сіздермен мен Жөнерке Сағымжан, министрліктің осы жыл көлеміндегі айтулы жаңалықтармен таныстыратын боламын. Жаңа жыл барлығымызға құтты болсын. Биылғы жыл сіздерге тек қана бақыт пен жетістіктер және көптеген жаңа шабыт әкелсін. Осы жылдың ақпан айында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің қызметкерлері аясында шаңғы жарысы бойынша жарыстар өтті. Спорттық іс-шараға қатысушылар арасында ведомство комитетінің қызметкерлері де болды. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаздарға дипломдар мен естелік сыйлықтар табыс етілді. Министрлік басшысының бастамасымен ашық сағат алаңының жаңа диалог алаңы құрылды. Жоба шеңберінде автомобиль жолдарын салуға, азаматтық авиацияны дамытуға және де басқа да тақырыптарға арналған маңызды мәселелер талқыланды. Бірінші кездесу министрлік басшысының қатысуымен өтті. Оның барысында отандық машина жасаудың өзекті мәселелері талқыланды. Жоба іске қосылған сәттен бастап 50-ге жуық кеңес өткізілді. Осы жылдың сәуір айында елордада футзал мен волейболдан Мир Пресс Кап республикалық турнирі өтті. Министрлік ұйымдастырған турнир Қазақстанның бақ өкілдерін біріктіру, журналистер мен редакциялардың шығармаларын ұжымдар арасында ынтымақтастықты нығайту мақсатында өткізілді. Волейболдан турнирге республикалық бақ 7 әйел командасы мен футзалдан Қазақстанның әртүрлі өңірлерінен 18 команда қатысты. Құрылыс істері комитетінің басқармасымен бірыңғай ақпараттық қызмет ашылды. Негізгі мақсат құрылыс және тұрғын үй коммуналды шаруашылық саласындағы халықпен тиімді диалогты арттыру. Осы жылдың мамыр айында министрлік қызметкерлері үшін спорттық іс-шара өткізілді. Веложарыс 200-ге жуық қатысушыны жинады. Олар жас санаттарына бөлінді. Айта кетейік, министрлік басшысы мен вице-министрлер әріптестерін қолдау мақсатында веложарысқа қатысып, қашықтықта жүгіріп өтті. Дегенмен ол есептен тыс өткізілді. Павлодар облысында Астана-Ерейментау Павлодар республикалық трассаның проблемалық учаскесінде жөндеу жұмыстары аяқталды. Бүгінгі таңда жөндеу жұмыстарын толық көлемде орындалды. Министрлік қызметкерлердің спорттық дамуына және коммуналдық рухын нығайтуға ерекше көңіл бөлінді. Сондықтан спартакиадалар мен түрлі спорттық бұқаралық іс-шаралар үнемі өткізіліп тұрды. Желтоқсан айында Мир 2022 спартакиадасы өтті. Бірінші күні үстел теннисі мен бірнеше жарыстар, сондай-ақ доп пен спорттық ойындар іріктеу кезеңдері ұйымдастырылды. Екінші күні футбол, волейбол және де арқан тартыс бойынша жеңімпаздар анықталды. Елордада Қазақстан Project Management 2022 үшінші халықаралық байқауының қорытындысы шығарылды. Байқау қорытындысы бойынша министрлік 1-2 номинация бойынша жүлделі орындарға ие болды. Бірінші орын жылдың үздік жобасы номинациясы бойынша республикалық мемлекеттік қала құрылысын жоспарлау және кадастр орталығына берілді. Сондай-ақ жылдың үздік жобасы номинациясы бойынша үшінші орынды Қазцентр бірлесіп министрліктің жобалау кеңсесі иеленді. Біз сіздерді құттықтаймыз. Қызметкерлердің балаларына арналған жаңа жылдық ертеңгілік министрлік басшысының ұйымдастыруымен өткізілді. Іс-шараға барысында театрландырылған қойылымдар өткізіліп, түрлі сыйлықтар таратылды. Балалар кейіпкерлеріне суретке түсіп, көптен күткен сыйлықтар таратылған болатын. Министрліктің осы жыл көлеміндегі орын алған негізгі жаңалықтар осындай. Амандықта жүздескенше.